Бүгін біз екі санына көбейту және бөлу кестесін құрып үйренеміз. Қоянға өзеннің бергі бетінен арғы бетіне өтуге көмектес. Кішкентай тастарды басуға болмайды. Қоян қай тасқа секірді? Дұрыс, екінші тасқа. Қоян неше рет секірді? Бір рет. Қанша тастан аттады? Дұрыс, екі тастан. Ендеше, екіні бірге көбейтсе, екі шығады. Қоян екінші рет секірді. Қоян неше рет секірді? Екі рет. Қоян нешінші таста тұр? Дұрыс, төртінші таста. Бір секіргенде неше тастан аттайды? Дұрыс, екі. Ендеше, екіні екіге көбейтсек, төрт шығады. Қоян үшінші рет секірді. Қоян неше рет секірді? Үш рет. Ол нешінші таста тұр? Алтыншы таста. Ендеше, екіден үш рет алсақ, алты шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? Төрт рет. Ол нешінші таста тұр? Сегізінші таста. Ендеше, екіден төрт рет алсақ, сегіз шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? Бес рет секірді. Нешінші таста тұр? Оныншы таста. Ендеше, екіден бес рет алсақ, он шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? Алты рет. Нешінші таста тұр? Он екінші таста. Ендеше, екіден алты рет алсақ, 12 шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? 7 рет. Нешінші таста тұр? 14-ші таста. Ендеше, 2-ден 7 рет алсақ, 14 шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? 8 рет. Нешінші таста тұр? 16-шы таста. Ендеше, 2-ден 8 рет алсақ, 16 шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? 9 рет. Нешінші таста тұр? 18-ші таста. Ендеше, 2-ден 9 рет алсақ, 18 шығады. Қоян бергі беттен неше рет секірді? 10 рет. Қоян қайда шықты? Арғы жағаға шықты. Соңғы секіргенінде неше тас болды? 2 тас. Ендеше, 2-ден 10 рет алсақ, 20 шығады. Бағандағы өрнектерге қара. Бұл санды 2-ге көбейтудің кестесі. Көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білеміз. Олай болса, санды 2-ге бөлудің кестесін құрып көрейік. 2-ні 2-ге көбейтсек, 4 шығады. Ендеше, 4-ті 2-ге бөлсе, қалай ойлайсың, неше шығады? Дұрыс, 2. 2-ні 3-ге көбейтсек, 6 шығады. Ендеше 6-ны 2-ге бөлсек, 3 шығады.
Қара, біз санды 2-ге бөлу кестесін құрдық. 2-ге бөлінетін сандар жұп сандар деп аталады. 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар деп аталады.